Тіс ауырғанда үй жағдайында емдеу. Барлықтарыңызға сәлем. Әрқайсымыздың өмірімізде кем дегенде бір рет тіс ауруымен ауырғанымыз өтірік емес. Статистикаға сәйкес, ересектердің 90%-дан астамында кариестің қандай да бір түрі болады екен. Сондықтан, пайдалы кеңестер арнасы сізге тіс дәрігеріне барғанға дейін үй жағдайындағы ем шараларды ұсынамыз. Шалфей тұнбасы. Бактерияға қарсы күреседі әрі суықты емдейді. Оны дайындау үшін 1 стакан ыстық суға 3 ас қасық шалфейді салып тұндырасыз. Бөлме температурасында жылыған кезде тұнбаны сүзіп алып ауыз қуысын шиясыз. Емді күніне 3-4 рет қайталауға болады. Түймедақ қайнатпасы. Қызыл иектің қабынуын емдейді әрі қанауын тоқтатады. Қайнатпаны дайындауға 1 стакан су мен 3 ас қасық түймедақ шөбі керек. Эмаль ыдысқа суды қойып, отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң шөпті салып 5-7 минуттай қайнатасыз. Сосын ыдысты оттан алып, қақпағын жабыңыз. Бөлме температурасында жылыған кезде қайнатпаны сүзіп алыңыз. Емдік қасиетін арттырғыңыз келсе, аздап бал қосуға да болады. Тұз бен ас содасы бұл ел арасында өте көп тараған. Тіс ауруын қойдырады әрі қызыл иектің ісігін басады. 2-3 шай қасық тұзды немесе соданы 1 стакан ыстық суға саласыз, жақсылап араластырып алып ауыз қуысын шайыңыз. Сонымен қатар тіс ауруын компресс жасау арқылы да емдей аласыз. Сарымсақ немесе пияз. 2 түрлі көкөністің бірін таңдап алып, жақсылап езіңіз. Дайын болған ботқаны ауырған тісіңізге қойсаңыз, 10-15 минутта тістің ауырғаны басылып, жаныңыз тынышталады. Картоп. Қабығынан тазартылған картопты майда үккіштен өткізесіз. Оған тұз араластырып, ауырған тіске басасыз. Оң нәтижесін аз уақыт өтпей-ақ көретініңізге сенімді болыңыз. Тұз бен қара бұрыш. Ылғалды мақтаға тұз бен қара бұрыш сеуіп, ауырған тіске қойыңыз. Бұл керемет әдіс өз пайдасын тигізіп, әп-сәтте-ақ тістің ауруын емдеп жазады. Ал сіз тісіңіз ауырғанда қандай ем шараларды қолданасыз? Комментарийге бөлісіп кетіңіз. Бір ескерте кететін жайт, компресс қатты ыстық немесе тым мұздай болмау керек. Сондай-ақ ортаңызға суық не ыстық басуға мүлдем болмайды. Бұл халық емі дертіңізді емдейді деген ойдамын. Алайда мүмкіндіктер болып жатса, арнайы дәрігерге тексерілгеніңіз жөн. Егер де осы мәліметтер пайдалы болып сізге көмектессе, лайк басып каналыма тіркеле кетіңіз.